Ассалаумағалейкум. Ертеректе бір шәкірт ұстазымен егін алқабын аралап келе жатады. Кенет әлгі екеудің жол шетінде жатқан тозығы жеткен бір аяқ киімге көздері түседі. Шәкірт ұстазына: шамасы мынау егінші шаруаның аяқ киімі сияқты. Тығып қойсақ қайтеді. Сосын бір жерге жасырынып, қалай абдырап сасқанын қызықтайық дейді. Сонда ақылды ұстазы: кедейлерді әбігерге салып, қызық көріп, олардың есебінен көңіл көтергеніміз адамдыққа жатпайды. Өзіңе бақыт пен шаттық сыйлағың келе ме? Онда оны мазаққа айналдырмай, керісінше аяқ киіміне ақша салып қояйық. Содан кейін ғана не қызық болатынын тамашалайық дейді. Ұстазының ұсынысы бірден көңіліне қонған шәкірт айтқанын бұлжытпай орындайды. Көп ұзамай екеуі жақын тұрған ағаштың артына барып жасырынып отырады. Сәлден соң жүзі күн көзіне әбден тотыққан жұпыны киімді бір шаруа келеді. Аяғын аяқ киіміне сұққан сол еді, ішіндегі затты сезіп, аяғын дереу суырып алады. Қолын салып еді, ақша екен. Екінші сыңарынан да дәл сондай ақша шықты. Ақшаға бір жан-жағына бір қарап, таң тамаша болып тұрып қалады. Көз жетер жерде ешкім байқалмады. Ақшаны қалтасына салды да жерге тізерлеп отыра кетті. Жасаураған жүзін аспанға көтеріп, дауыстап сөйлей бастады. Я Раббым, сен менің халімді өзімнен артық білушісің. Әйелімнің ауру екенін, балаларымның аш-жалаңаш екенінен де хабардар болдым. Бәрімізді басқа түскен нәубеттен құтқардың. Шүкір, шүкір. Осылайша ұзақ уақыт жасын төккен күйі жаратушысына алғыс айтып, шүкірлігін білдіріп отыр. Манадан бері одан көз жазбай қарап отырған шәкірт қос жанары жасқа толып, қатты әсерге бөленді. Шәкірттің бойындағы өзгерісті байқап отырған ұстазы қазір бұрынғы халіңнен бақыттырақ екенін сезіп отырған сияқтысың. Алғашқы ойыңды іске асырғанда қандай күйде болар едің дейді. Шәкірті сол кезде: я ұстаз, өмір бойы ұмытпастай дәріс алдым. Сізге алғысым шексіз. Берген кездегі қуаныш, алған кездегі қуаныштан гөрі артық болады екен. Осы сөздің мағынасын енді түсіндім деп жауап берді шәкірт. Біреуге алғаннан да беру оңай. Біреуге үй алғаннан өлу оңай. Сұраған қолдан береген қол артық деген. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ғибрат алатын әңгіме көкелеріңізге түйіп алыңыздар.